Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін үй жағдайында өте дәмді осындай керемет лағман дайындайтын боламыз. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен қамырынан бастаймыз. Салқын тастай суымызға 1,5 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзы ерігенше араластырамыз. Менде 1 кило ұн, міндетті түрде высший сорт болуы керек. Пионер ұны менде. Ұнымызды електен өткізіп, тастай суымызды құйып, қатты қамыр елейтін боламыз. Міндетті түрде қамырымыз қатты болады, артық ешқандай су қоспаңыздар. Сонда 2-3 сағат қамырымыз дем алып, июі қанып, өзімен өзі жақсылап созылатын болады. Қажетті құрамын описание бөліміне жазып қоямын. Сол жерден қарап көріңіздер, жасаңыздар. Осылай қарап тұрғандарыңыздай қатты қамыр болып еленіп жатыр. Қамырымызды 2 сағат тынықтырып алғаннан кейін қолымыздың көмегімен жайып, осылай пышақпен кесіп бірнеше бөлшектерге бөліп алатын боламыз, яғни бөліктерге бөлеміз. Июі қанып, керемет болып тұр қамырымыз, жұп-жұмсақ. Осылай қолымызды майлап алып, шетімен реттейтін боламыз. Қамырымыз өзі теп-тегіс болып созылады. Міндетті түрде қамырларыңызды майлап отырыңыздар. Осылай жіп-жіңішке болып созылып тұрады. Енді бізге бұрыш, пияз, чеснок, сонымен лова, сәбіз, приправа, картошка, ет, сонымен қатар сельдерей қажет болады. Подливын жасайтын боламыз. Қамырымызға суымызды құйып, қатты қайнатқаннан кейін қамырымызды салып, араластыра отырып, 1-2-3 минутта пісіріп алатын боламыз. Осылай жабыспай әдем болып пісіп шығады қамырымыз. Енді подливын дайындаймыз. Қазанымызға майымызды құйып қыздырғаннан кейін туралған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етті мол салсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Етіміз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне пиязымыз бен чесногымызды саламыз. Тағы да араластырып қуыратын боламыз. Лованы саламыз. Тағы да араластыратын боламыз. Сәбізімізді де саламыз. Барлығын бір келкі ұсақтап, кубиктап турап алатын боламыз. Картошкамызды да саламыз. Менің сиыр етін қолданамын. Етіміз жұп-жұмсақ, сондықтан картошканы да бірге салып араластырып қуыратын боламын. Егер де еттеріңіз қатты болып жатса, картошканы тұра тұрып салуға болады. Приправасын саламыз лағманның. Жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық томат пастасын қосамыз. Бұрыштарымызды саламыз. Мұнда тәтті бұрыш және де полугорки, жартылай ащы бұрышты да қосатын боламыз. Сонда біздің лағманымыздың дәмі ерекше болып шығады. Сельдерейді міндетті түрде саламыз.
кинза, петрушка бар болса, оны да қоссаңыздар болады. Енді үстіне суымызды құйып, подливымызды пісіріп аламыз. Бізде нанымыз дайын болып тұр. Пісіріп алғаннан кейін осылай майлап қоямыз. Тамағымыз дайын. Подливын құйып осылай ұсынасыздар. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер.